Баршаңызға қайырлы күн, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен ерекше өте дәмді кесе самсаның рецептімен бөлісемін. Кешкі тағам ретінде ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, ортасын ашып, суымызды, тұзымызды және де ерітілген сары майымызды қосамыз. Бастапқыда қасықпен осылай кішкене басын біріктіріп аламыз да, кейін қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымыз бір суы аздау сияқты болып, басы кішкене бірікпейтін сияқты болып тұруы мүмкін бастапқыда. Бірақ ешқандай да артық су қоспай, осылай қамырымызды әдемілеп илеп аламыз. Құрметті оқырмандар, менің жаңа шығатын рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, және де видео ұнап жатса лайк басып, түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза отырыңыздар, міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Сонымен қатар менің каналымнан алдағы уақытта қандай рецепттерді көргіңіз келеді, соларды пікірге қалдыра кетсеңіздер болады. Енді осы қамырымыздың бетін салфан қалташасымен жауып, иін қандыруға қойып қоямыз. Біздің қамырымыздың иі қанғанша салмасын дайындаймыз. Мен салмасына осындай майлы етті төрт бұрыштылап, кішкене ірілеу етіп турап алдым. Енді осының үстіне тура осындай көлемде туралған картобымызды, пиязымызды және де бір тісше сарымсағымызбен кішкене қызанағымызды қосамыз. Менде қатырылған түрі, дәміне қарай тұз және де кориандр қостым. Жақсылап араластырасыздар. Міне осымен салмасы дайын. Енді иі қанып тұрған қамырымызды алып, қолымызбен кішкене басамыз да, осындай кескенге ыңғайлы болу үшін ұзыншалап 1-2 бөлікке бөлеміз. Енді осы 1-де бөлінген қамырларымыздан кесе самсамыздың астына қойғанға және де үстіне ерегін жасағанға осындай кішірек және де орташа бөліктер бөліп аламыз. Міне видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп дайындап аласыздар. Осы құрам бойынша менде үлкен 2 кесе самса шығады. Егер де көбірек жасағыларыңыз келсе, осы құрамды 2 есеге көбейтіп жасауларыңызға болады. Немесе кішкене кішірек бөліктерге бөліп, кішілеу 3 кесе самса шығарсаңыздар да болады. Міне осылай күлшелеп аламыз қамырларымызды. Енді үлкен күлшемізді алып, жұқа етіп жайып аламыз. Қатты жұқартып жүрмейсіздер, қатты қалында болмау керек. Қазір видеода өзі белгілі болады, сондай қалыңдықта жайған дұрыс. Осындай қалыңдықта жаямыз да, енді осындай үлкен, бізде жанан деп айтады, тамақ ішетін шұңғыл осындай неге қамырымызды жайғастырып аламыз да, салмасын 2 бөлікке бөліп алдым. Теңдеймен енді осы салмасын салып, астын жақсылап бекітеміз. Ашылып кетпейтіндей етіп, жақсылап бекітіп аламыз, себебі піскен уақытта ашылып, ішіндегі сулары шығып кетуі мүмкін. Менде салмасы сәл көбірек болып кетіпті, бірақ ештеңе етпейді. Осылай жақсылап бекітіп аламыз да, енді астыңғы бөлігін жаямыз. Астын осылай жайып аламыз да, үстін кішкене жаңағы сулап жібереміз. Дайында салмасы салынған қамырды үстіне салып, астын осылай бекітеміз, немесе кішкене ішке қарай осылай кіргізіп жіберсеңіздер болады. Енді үстіңгі бөлігін жасайтын боламыз. Кішкентай қамырымызды кішкене жайып, осылай 2-ге бөлеміз де, лағманның қамырын созғандай етіп, кішкене созып аламыз. Енді екеуінің басын біріктіріп, өріп алатын боламыз.
осы кесе самсамыздың үстіне қақпағы сияқты етіп осылай орналастырып шығамыз. Қамырдың кішкентай бөлігінен қақпағының ұстағышы ретінде осылай жабыстырып қоямыз. Енді пергамент қағазы төселген противенімізге салып, үстіне жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқаны барлық шетіне әдемілеп тигізіп жағып шығамыз да, үстіне қалауларыңыз бойынша мен сияқты күнжіт сепсеңіздер болады. Қызып тұрған 180 градус пеште 50-55 минут аралығында пісіп шығады. Міне осылай біздің кесе самсаларымыз пісіп шықты. Енді өрілгеннің астынан пышақпен осылай кесіп шығасыздар, сол кезде қақпағы сияқты болып қалады. Осылай ыстықтай ұсыныңыздар, өте дәмді болып шығады. Енді дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп рахмет.